Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен өзімнің әрдайым үйде пісіріп жүрген және пиццериядағы пиццадан кем шықпайтын пиццамның рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп лүпіл басуды ұмытпаңыздар және өз пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізге пиццаға қажетті дүниенің барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Ал ендеше кеттік, бастайық. Бізге жылы су қажет, ұн, ашытқы, тұз, қант және зәйтүн майы қажет. Мен сіздерге пиццаның қамырын үстелдің үстінде илеп көрсететін боламын. Ал сіздерге сол ұн салынып тұрған ыдыстарыңыздың ішінде ыңғайлы болса, сол жерде илей берсеңіздер болады. Енді ең алдымен біз ұнымыздың ортасын ашып, сол жерге қантымызды, тұзымызды және ашытқымызды салып, бір араластырып аламыз. Одан кейін ортасына зәйтүн майын және одан кейін жылы суымызды қосып, ақырын ғана жұмсақ қамыр илейміз. Бұл жерде айтып кететін бір жайт, сіздерге ұнның шамамен бір 20-30 грамм артық ұн кетуі мүмкін. Ол ұндарыңыздың сапасына байланысты. Және біз қамырын илеген кезде басында қолымызға жабысқақ болады. Қамырды илеген кезде шамамен бір 7-10 минуттай қолымызбен илейміз. Содан кейін қамырымызды бір 15-20 минутқа жауып қоямыз. Содан кейін қайтадан бір илеп аламыз. Қамырларыңызды илеген кезде жан-жағындағы ұндарыңызды ортаға біріктіре отырып, яғни қамырымызға біріктіре отырып, жинақтай отырып илеп аламыз. Басында қамырларыңыз қолға жабысатын болады. Одан қорқудың қажеті жоқ. Ары қарай илей береміз. Қамырларыңызды илегенде тіпті ыдыстан алып, дәл мен видеода көрсеткендей, тура осылай қамырды бірін-біріне бүктей отырып илесеңіздер, бұл жерде қамырларыңыздың құрамындағы глютеннің тез қалыптасуын нығайтады, артық көмірқышқыл газын кетіреді, сонымен бірге қамырларыңызды оттегімен байытады және қамырдың температурасын біркелкі таратады. Бұл енді үлкен септігін тигізеді, сондықтан дәл осылай жасасаңыздар, тіпті қамырларыңыз үлпілдек болып шығады. Енді қамырымызды бір 15-20 минутқа осылай ыдыспен жауып қоямыз. Одан кейін қамырларыңызды тағы бір илеп аласыздар. Мінекей, қарап отырсаңыздар, қамырларыңыз біркелкі болды. Тағы да бір илеп алғаннан кейін біздің ыдысымыздың ішіне сәл ғана зәйтүн майын құйып, қамырымызды сол ыдыстың ішіне салып қоямыз. Енді бетін жақсылап жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін пиццамызды ары қарай жалғастырып жасай береміз. Сонда жалпы қамырды илеп бастағаннан көтерілгенге дейін санаған кезде 1,5 сағат уақыт кетеді. Мінекей, қамырымыз 1 сағат тұрды, көтерілді, өте жұп-жұмсақ, өте нәзік болған. Енді осы көтерілген қамырымызды теңдей 2-ге бөлеміз. Осыдан біз 2 пицца шығаратын боламыз. Және тағы бір айтып кететін жағдай, пиццаларыңызды сіздер қолмен соссаңыздар болады, немесе оқтаудың күшімен соссаңыздар да болады. Мен бұл жерде қазір сіздерге қолмен қалай жайдым, соны көрсететін боламын. Егер сіздер олай жай алмасаңыздар, оқтаумен жая берсеңіздер болады. Қамырларыңызды 2-ге бөліп алғаннан кейін осылай домалатып, бетін тағы да 5 минутқа жауып қойсаңыздар болады. Ал енді пиццамыздың жаю тәсілі. Барлық фишкасы осы жаю тәсілінде. Және мен бұл жерде ұн емес, жарманы пайдаландым, яғни орысша айтқанда манная крупа дейді. Осы манный крупаның көмегімен жаятын боламыз біз қамырымызды. Ең алдымен астына жақсылап тұрып жарманы саламыз және бетіне де жармамызды сеуіп шығамыз, қолымызға біздің қамырымыз жабыспайтындай. Содан кейін осылай пиццамыздың жан жақтарын шығарып аламыз, яғни бортики дейді ғой, сол бортиктарын жасап аламыз. Содан кейін қолымызбен ақырын ғана соза отырып пиццамызды жаямыз. Жалпы пиццаның өте осындай қытырлақ, яғни жақтары, жан жақтары, бортиктары қытырлақ болып шығуының себебі де осында, қолмен жаюда және қолмен жайған кезде осы жарманы пайдаланғанда. Ал егер сіздер оқтаумен жаятын болсаңыздар және ұнды пайдаланатын болсаңыздар, пиццаларыңыз сәл қаттырақ болып кетуі мүмкін. Мінекей, пиццамыздың қамырын жайып алдық. Қарап отырсаңыздар, жан жақтары, яғни бортиктары бізде қалыңдау және өте үлпілдек болған. Ал пиццамыздың
түбі өте жұқа болып жайылуы қажет. Міндетті түрде пиццамыздың түбі жұқа болуы керек. Енді пиццамыздың бетіне соусымызды құямыз. Бұл соусқа сіздер кез келген өздеріңіз қолдан жасап құйсаңыздар болады. Не болмаса томат пастасы және майонезді араластырып соус қылсаңыздар да болады. Бұл өз еріктеріңізде. Енді менде бірінші пицца сырная болғандықтан мен бұл жерде соустың бетіне бірден моцарелланы салдым да, одан кейін қызып тұрған 250 градус пеште ортаңғы жағына емес, ортадан бір саты жоғарыға қоямыз және шамамен бір 8-10 минуттың ішінде біздің пиццамыз пісіп шығады. Мінекей видеода көріп тұрғаныңдарыңыздай ортаңғы емес, ортадан бір саты жоғарыға қойдым. Енді пиццамыздың екінші түрін жасаймыз. Дәл жаңа видеода көргендеріңіздей дәл солай жайып шығатын боламыз. Ең алдымен бірінші жақсылап тұрып астына және бетіне жармамызды сеуіп шығамыз. Содан кейін барып осылайша видеодағыдай бортигімізді шығарып аламыз. Содан кейін қолымызбен ақырын ғана соза отырып пиццамызды жайып аламыз. Пиццамыздың қамырын пергамент қағазына орналастырғаннан кейінді ортаға жиырылып, жиналып қалуы мүмкін. Сондықтан қолдарыңызбен тағы да бір жайып алсаңыздар болады. Енді бұл жерде пиццамыздың екінші түрі пепперони. Бұл түрін менің балаларым өте сүйіп жейді, сондықтан осы түрін дайындағанды жөн көрдім. Енді дайын болған қамырымыздың бетіне соусымызды жағып шығамыз. Соусымыздың бетіне үккіштен өткізілген моцарелла ірімшігін сеуіп шығамыз және ірімшіктің үстіне колбасаларымызды орналастырып шығамыз. Бұл жерде өз еріктеріңізде бірінші соустан кейін колбасасын қойып, содан кейін моцарелла сырларыңызды жағып шықсаңыздар да болады. Енді ол өз еріктеріңізде. Мынау біздің бірінші пиццамыз дайын болды. Қарап отырсаңыздар, өте үлпілдек болып шыққан. Әсіресе мына жан-жақтарын қарасаңыздар, яғни бортиктары үлпілдек болып шыққан, ал қамыры өте нәзік және созылмалы, өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Енді мен бұл жерде ары қарай әдемілегенді жөн көрдім. Менің балаларым руккола қосып жегенді жақсы көреді. Осылай бетіне руккола шөбін сеуіп, оның үстіне зәйтүн майын құйып, кесіп жей берсеңіздер болады. Не болмаса руккола шөбі жоқ болса, құр сол сырный пицца қылып жей берсеңіздер де болады. Мінекей, жан-жақтарын қараңыздар, қандай үлпілдек болып шыққан, ал түбі қандай жұқа болып жайылған. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Және пиццаны дайындағаннан кейін міндетті түрде пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.